Қазір мен сіздерге прямой юбкадан юбка брюки қалай жасауын көрсетемін. Бірінші біз прямой юбканың лекалын сызып аламыз. Міне 68 ұзындығы юбкамыздың. Мына жер белі оты екіге бөліп саламыз. Ол 38 сантиметр, 38-ді екіге бөліп саламыз. Енді біз бөксесін табу үшін мына жерменен осы жерден біз 18 сантиметр саламыз. Стрелкаға шейін. Қазір бұны сызып аламыз. Мына жерден отыны бөліп салған кезде мінекей мына жерден тағы плюс 3 сантиметр выточкаға қосамыз. Енді мына жерде бізде бөксеміз оба окружность бедерді екіге бөліп саламыз. Ол 50 сантиметр болды, оны екіге бөліп салдық. Ол осы жерге келді. Енді біз бұны қоса саламыз бүйтіп. Бұлай қосып, төмен қарай прямой ғып сызып аламыз. Етегін сызып қосамыз. Енді біз выточкасын аламыз. Выточканы осы белдің қақ ортасынан алып, бүйтіп сызып аламыз. Сонда мына 3 сантиметріміз мерден шығып кету керек. Выточканың ұзындығын 10, 9, 8 ғып алсаңыз болады мына ұзындығын. Мінекей осы прямой юбканың лекалыман қазір біз юбка брюки салып көреміз. Оны мінекей тура осы лекалымызды алып аламыз. Енді бізге керегі мына ұзындығын өздеріңізге байланысты ала бересіз. Енді бізге керегі мына обымыз 50 сантиметр. 50 сантиметрді екіге бөлгенде бұл 25 сантиметр болды. Ол мына жерге келді. Мінекей, енді осы 25 сантиметрімізді бұлай сызып аламыз. Мына біздің үшіміз, мына жерде біздің выточкамыз болған. Енді бөксесінің несіне қосамыз. Мінекей қосып алам бөксесін. Төмен қарай прямой юбка түсіреміз. Енді бізге керегі юбка брюкенің мынау ортасы керек. Мына жерден біз 10-да аламыз, 10 сантиметрімізді. Сөйтіп, мына жерден бұлай жұмырлаймыз. Мына жерде 3 сантиметр аламыз бұлай қарай. Міне 10 мына жағы. Енді осы 10-ымызды төмен қарай түзу қосамыз. Енді қыздар біздікі трапециялау болу керек юбкамыз. Мына жерден 1,5 алып аламыз бүйтіп. Міне енді біз осыны қосамыз. Осы біздің юбкамыз болады. Мына шеттен де тура 1,5 аламыз. Сөйтіп, бұны да бөксесіне қосамыз. Мінекей осындай 4 кусок болу керек. Екеуі алдына, екеуі артына болады. Бұл қазір сіздер құрастырған кезде ортасы бұлай болып келеді. Мен көрсетейін. Үстіп келеді. Мінекей қыздар, бұл еш нәрсе қылмайды. Егер сіздер міне жерден ременді тіккен кезде,
осы жеріміз мынау арасы ашылып тұрмайды, өте әдемі болып тұрады. Сонда дайын киіміміз, аз көрсетем, дайын киімімізде теп-тегіс юбка брюкеміз осылай көрініп тұрады. Мынаның бәріне резинка тағасыз. Резинкалы болады. Сонда мына алды жабық тұрады. А мына бізде прямой юбка. Міне көрсеңіз, тура осылай мұқият қарасаңыз, соншалықты қиын емес. Сызып көріңіздер. Істеріңізге сәттілік тілеймін. Комментарияға жазыңыздар. Мен онлайн сабағым бар. Офлайн сабақта үйретемін. Бар жоғы 10 мың пішіп тігуіміз, ол 15 мың теңге. Үйренем десеңіздер, инстама тіркеліп, WhatsAppқа жазыңыздар. YouTube каналыма да тіркеліп алыңыздар. Достарыңызға тарқата жүріңіздер. Олар да көріп, үйреніп алсын. Қазіргі кезде тігіс өте пайдалы. Өйткені оңай қаражат табуға да болады. Үйреніп алсаңыз переделка жасайсыз. Әлі біреуге тігіп те бере аласыз. Мінекей, келесі түсірілімге шейін комментарияға жазыңыздар, не түсіргенді қалайсыздар. Мен соны түсіріп сіздерге салып отырамын.